Қазақ елі, құрметті Түркістан облысы және де Шымкент қала аралық барша құрметті біздің автобазар каналының құрметті оқырмандары, құрметті көлік іздеушілер, баршаларыңызға сүйінші, баршаларыңызға ескерту. Біз енді каналдың атын қазақшалап дәу әріппенен авто базар деп, яғни тақырыпқа лайықтап, көрерменнің сұрау бойынша каналдың атын автобазар деп ауыстырдық. Енді баршаларыңыздың назарларыңыз автобазар каналында болсын. Сіздер өзіңіз іздеген және де сіздің туысқаныңыз, және достарыңыз, барша қасыңыздағы жүрген жақындарыңыз іздеген автокөліктерді енді қазақшалап автобазар деп үлкен әріппен терсеңіз, яғни менің каналым шығады. Құрметті Түркістан облысы және де Шымкент қаласының тұрғындары, баршаларыңыздың назарларыңызға құлағдандыру, енді назарларыңыз автобазар каналында болсын. Біз сіздер көрмеген тың ақпаратты беруге дайынбыз. Және де құрметті оқырмандар, сіздер автокөлік базарына барып, яғни бармасаңыздар да барып болсын, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналымды барша достарыңызға ссылкасымен осы видеоны жіберіңіздер. Біз сіздерге барша автобазардағы каналдарды сіз өзіңіз көзіңізбен көріп отқандай етіп тазалап, біз видеоға салып отырамыз. Біздер мақсатымыз ешбір автокөлікті шоу қылмаймыз. Дронмен түсіріп, шоу қылып жоқ. Сіздерге керек, біздерге керек дүние ол, құрметті оқырмандар, машинаның таза бейнесін көру. Яғни қазіргі қоғамда көріп жатсыздар, құрметті оқырмандар, суреттен көре алған машина ол 100% болмайды. Ал біздің видеода түсіретін таза машина, сіздер 80% машинаны, сіз іздеген машинаны көре аласыз. Бұл сіздерге өте үлкен мүмкіндік. Суреттен қанша дегенмен алданады, Шымкентте суретті монтаж болып қалуы мүмкін, және де жылтырап әдемі көрінеді. Өздеріңіз баршаларыңыз көріп те, біліп те жүрсіздер. Біздің мақсатымыз сіздердің көңілдеріңізді табу, сіздер іздеген машинаға біз де өз үлесімізді қоссақ деген ниет болып жатыр. Және де тағы да бір сіздерге ескерту, тағы да бір мүмкіндік бар сіздерде, құрметті автобазар авто каналының оқырмандары. Сіз егер машина базарға бара алмайтын болсаңыз, және де келесі воскресеньеге дейін күтетін уақытыңыз болмаса, онда маған менің мына төмендегі WhatsApp нөміріме өзіңіздің автокөлігіңізді жақсылап жуып тазалап, менің WhatsApp нөміріме сіздер жіберетін болсаңыздар, мен ол сіздер жіберген видеоны міндетті түрде сатылуына үлесімді қосамын. Және де менің каналыма видеоңызды салып, сіздің көлігіңіздің өтіп кетуіне өз үлесімізді қосамыз. Және де баршаларыңыздың назарларыңыз осы автобазар каналында болсын. Құрметті оқырмандар, егер де мені шақырып, менің машинамды түсір дейтін болсаңыздар, мен әрине барамын, сіздің машинаңызды YouTube каналыма салып, сатуына өз үлесімді қосамын. Бұл автобазар каналы және де жарнама. Қандай да осы автокөлікке байланысты есто жоқ, бұзылған машина ма, жоқ, қандай да бір жарнама, авто жарнамаларыңыз болса, маған хабарласыңыз, менің WhatsApp нөміріне хабарлассаңыз, мен міндетті түрде сіздерге жауап беруге дайынмын. Назарларыңыз автобазар каналында болсын. Баршаларыңыз асыға күтемін осы каналдан. Ертең 21, яғни воскресенье, автобазар істемейді, карантин ережесіне жағдайына байланысты. Құрметті қазақ елі, баршаларыңыз түсіністікпен қараңыздар. Алла нәсіп етсе, осы карантин ережесі біткеннен кейін алдағы уақытта сіздермен тың жақсы дүниелерменен сіздер комментарийде қалдырған дүниелермен бөлісуге дайынмыз. Яғни комментарий қалдырыңыз, атсалысып осы каналында оны өз үлесіңізді қосыңыз. Сонда біз сіздер іздеген комментарий қалдырған дүниені міндетті түрде көрсетеміз. Яғни назарларыңыз бізде болсын.